Ассаламалейкум достар. Бұл Алматы қаласынан, Алматы облысы, Алматы қаласы. Жүзімді жақсы көретін жандарға айтарым. Алматыда жүзім өсіруге бола ма деп сұрақ қойып жатқандар бар. Сіздерге айтарым. Алматыда жүзім өсіруге болады. Қыстың күні көмген кезде ондай қатты ораудың қажеті жоқ. Менде мынандай қаңылтырлар бар. Осы қаңылтырлармен былай әдемілеп бірін үстіне бірін жатқызып осылай көмемін. Бүгін апрельдің 23-і. Осындай апрельдің орталарында жүзімді шығарып осылай байлап қалай кесу керек екенін оны күзде көрсететін боламын сіздерге. Мынау көріп тұрғандарыңыздай, мына жүзім 5 жылдық жүзім. Алматыда ең жақсы төзімді жүзім ол тайфун болады. Себебі майдың соңында әбден уже сүк бәрі бітіп, күннің несі жылына бастаған кезде тайфун өзі сол кезде гүл ашады, сол кезде бүршік аша бастайды, жеміске дайындалып. Сосын бұл тайфун дегеннің бір жақсы жері, бұл Алматыға өте төзімді. Алматыда ауа райы күзге қарай қатты суып кететін болса, бұл тайфун деген күзде өте суыққа төзімді. Бір жеміс гүлдеп алғаннан кейін жеміс суыққа пісе береді өзінен өзі. Күзде тағы да көрсететін болам сіздерге. Егер жүзім алатын болсаңыздар, менде тайфун деген жүзім, басқа сортын екпеймін мен. Өте жақсы, өте дәмді. Күн суытқан сайын бал сияқты, балдай кәдімгі дәмі бал сияқты болады. Тағы Алла бұйыртып жатса, күзге қарай тағы да бір видео түсіріп сіздерге көрсететін болам. Осылай еңбек етуге болады. Алматыда да жай ғана басып, мынандай қаңылтырлармен ішіне қар су кіріп кетпейтіндей бастырып қоясыз. Баллон, қаңылтырларды қойып. Мынау бір кішігірім бақша менде. Жаңа участок болған соң мен бұл жерде жүзімді ағашпен нетіп қойған. Ағаштан навес жасап, стойкалар тұр. Биыл міне 2-ші жыл жеміс беріп жатыр. Бұйыртса биыл 3-ші жылға кетеді. Негізінде 2 жылдан кейін, 3 жылдан кейін жеміс бере бастайды. Бұл жүзімді енді ертерек көтеріп байлап тастау керек. Мынандай нелер ашылып кетпейтіндей, бүршік қатты атпай тұрғанда аккуратно байлап қоятын боламыз. Сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Сол үшін сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Жүзімнің аты тайфун, мендегі жүзім.